Қытайдағы, яғни Шыңжаңдағы болып жатқан аштыққа қолдан жасалынған аурудың сылтауратып карантиндік шараларға қамап қандастарымызды азаптап тамақ азық түлігін бермей және де жайлауда жатқан малды қыстауға алып келуге кедергілер жасап қаншама төрт түлік малды далада қардың астында суықта аштан өлтіріп және де мынау халыққа аз ұлттарға жасалып жатқан оның ішіндегі қазақ қандастарымызға келтіріліп жатқан үлкен зобалаңдарға көріп отырғандықтан бұның бәрін интернет желісі арқылы біз бәрін көріп отырғандықтан бұған қарсымыз. Бұл қиындықтың бәрін тоқтасын Қытай билігі және де осы қазақ қандастарымызға жасалып жатқан қырғынды тоқтатып, оларға қалыпты өмір сүруіне мүмкіндік берсін. Және де Біріккен ұлттар ұйымынан, адам құқықтарын қорғайтын ұйымдардан, Human Rights'тан бәрінен де осы мәселеге көңіл бөлуін сұраймын.